Сәлем достар, сіздермен Айжан. Бүгін біз балаларымыздың сақ моторикасын дамытуға арналған ойындармен танысамыз. Сақ моториканы дамыту арқылы баланың сөйлеу тілін шақыртуға болады. Яғни баланың саусақ ұштарында сөйлеуге арналған рецепторлар жақын орналасқан. Сондықтан да баланың сақ моторикасын міндетті түрде дамыту керек. Бүгін мен сіздерге баланың сақ моторикасын дамытуға ең қарапайым әрі қолжетімді ойындарды ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші бізде пазл. Пазлды екі бөліктен таңдаған дұрыс. Прищепки, қыстырғыштар және де гвоздики, кішкентай шегешелер, санайтын таяқшалар және де пирамида. Бірінші ойын ол бізде гвоздики, шегешелер деп аталады. Оны біз икеадан алған жұмсақ тақтайшаға салу арқылы ойнаймыз. Баланың екі қолын кезектестіріп салғызу керек. Сол кезде біздің миымыздың екі жақ шартты бөлігі дамитын болады. Бұл ойында ата-ананың бақылауында ойнаған дұрыс. Өйткені шегешелер өте қауіпті. Келесі ойын ол біздің санайтын таяқшалар арқылы ойнаймыз. Яғни счетный палочки ол өте қымбат тұрмайды. Ал кофенің ыдысы кез келген үйде болады деп ойлаймын. Сондықтан да қолда бар ыдыстарды пайдаланған дұрыс. Келесі бізде екі бөліктен тұратын пазл. Бұл кішкентай балаларға да жарайды. Ең бірінші пазлды үйреткен кезінде біз екі бөліктен бастағанымыз дұрыс. Егер де балаға бірден 8 бөліктен 10 бөліктен тұратын пазлды ұсынсаңыздар, балаға ол қиын болуы мүмкін. Ең басында біз оңайдан бастап, одан арғай ойынды қиындатамыз. Келесі ойын ол бізде пирамида. Кез келген вкладыштар, пирамидалар ол баланың сақ моторикасын дамытуға арналған бірден-бір таптырмас ойын. Осындай ойындарды көбірек балаға ойнатқызу керек. Бұл жерде баланың зейіні шоғырланады және де сақ моторикасы дамиды. Келесі ойын бұл бізде кез келген адамның үйінде болатын фотокрышкалар арқылы. Фотокрышкаларды сіз самоклеющий липучкалардың көмегімен коробкаға немесе кез келген затқа жабыстырасыздар. Ойынды түрлендіріп неғұрлым қызықтырсаңыздар, балалардың ойын процесіне қызығатыны сөзсіз. Егер де балаңыз ойнауға келіспесе, біріншіден балаға өзіңіз көрсетіп ойнаған дұрыс. Сол кезде бала да ойын барысына өзі қосылатын болады. Балаға түрлі түсті суреттерді ұсынсаңыздар, баланың ойын процесіне қызығатыны сөзсіз. Келесі ойын бұл бізде қыстырғыштар. Баланың қыстырғыштарды ашып жабу арқылы баланың саусақтары белсенді жұмыс жасайды. Сол кезде баланың сақ моторикасына әсер ететін болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айжан. Келесі кездескенше.